Сәттістер сіздермен бірге мен Нұриден. Видеоның атынан көріп отырғандай, бүгінгі видео бізде тағы да пранк болады. Блин, не үшін сен пранк түсе бересің? Басқа идеяң жоқ па десеңдер? Негізі идея бар, просто мен оларға көп уақыт кетеді. Жесткий идеялар бар, бірақ оларға көп уақыт кетеді. Бұл жай ғана сіздерге әуенді пранк түсіріп жіберейін дедім. 1 рет түсірдім, 2 рет түсірдім, 3 рет түсірдім. В общем, бүгін бізде тағы да әуенді пранк. Яғни дәл қазір мен алдым кейбір достарым жазып көрсем, уже бір адамдарға жазсам, мен видеоны көріп, пранк жасап жатсың ба, маған пранк жасасын деген сияқты. Аз көретін, менің каналым жайлы вообще білмейтін адамдар бар. Соларға қазір жазып, солармен бірге қызыққа батамыз деп ойлаймын. Қоймаса екен деп тілейік. Күшті пранк болады деген ойдамын. Және де достар, әннің сөздері ең хит емес, вообще танымал болмаған бір хит емес әндерді жазып көреміз. Енді бір қыздарға, не болмаса бір достарыма, ұлдарға жазып көретін боламыз. Кеттік. Сезім шөлдегенім ба, мен өзіңе құмармын. Сезіп айтылмады ма, әлде сайдан алды ма? Жаураған жүрегіңде жанып сені жылытам, сені жылытам. Бірінші пранкты әрең дегенде бітірдім. Так, келесі адамға жазып көрейік. Go! Әрі қара, бері қара, не болды жан жағына қарап. Қарап жүрсей, айналаңа, тұр ғой алдыңда қара бала. Қара бала, қара қара, тұр ғой алдыңда қара бала. Қарамаған, қара бала, менсінбей кезінде қарамаған. Қарап тұрсаң, вайнерларға, бәрі әнші, қазір бәрі барады. Тоқтаңдар, мен де барам. Не ғой вообще, қайда барам? Ренжімеңдер, мен Егер де сіздер осындай деген керемет пранк болды, егер сіздер ұнаса лайк басып, арнаға жазылмасқа. Ойшым осындай деген керемет видео болды, ұнаса лайк. Блин, айтып қойыппын ғой. Егер де сен тиктокқа кіретін болсаң, менің тикток аккаунтыма жазылып кет. Мінекей мына жерлерде, немесе мына жерлерде атым шығып тұр. Сол тиктокта Нұриден ютуб каналының атын жазсаң, менің тикток каналым шығады. Ютубта жоқ болса, мен сол жерде пайда бола аламын. В общем, осындай видео болды.
kmuzon.com